Соңғы мәліметтерге сәйкес, елімізде шамамен 38 миллионнан астам шөт бұғатталып тұр. Оның ішінде 2 миллионға жуық төмен отбасы. Олар күнделікті азық-түлік сатып алуына, автобусқа төлеуіне, болмаса жұмысқа орналасуына да қиындық тудыруда. Мен осы азаматтардың ең төменгі табысын қорғау және өндіріп алушылар мен борышкерлер мен құқықтарының теңгерімдігін сақталуын қамтамасыз ету мақсатында заң жобасынан қорғалған әлеуметтік шот немесе арнайы банк шотын ашу туралы ұсыныс бердім. Бұндай шотқа айына 300 мың теңгеге дейінгі сомада түсімдерге өндіріп алу шамаларын қолданылмайды. Сіз азаматтарға айына 300 мың теңгеге дейінгі сомада өндіріп алудан қорғалатын әлеуметтік шот енгізу бастамасына қалай қарайсыз? Және шот бұғатталған азаматтар үшін сіздің агенттік қандай тәсілдер қарастыруда? Біз былтыр заңды қабылдағанда біз осы кірістері төмен азаматтарды қорғау үшін біз әдейі оларды қорғайтын нормаларды кеңейттік. Екі минималды прожиточный минимумды біз сол шоттан аламайды деп, проблемалық бөлшекті алғанда содан аламайды деп біз оны кеңейттік. Енді тағы да бір қатар әлеуметтік табыстар бойынша қаржы ұйымдар ол ақшаны да аламайды. Тағы да қандай қорғау жаңа шараларды қолдау керек, осы айтып жатқан мәлімет бойынша қарастыруға болады. Біз сол мәліметті бізге берсеңіз, осы шоттар, бұғатталған шоттар бойынша. Енді әр шоттар бойынша біз көбісінде біз әлеуметтік осал азаматтармен жұмыс істегенде біз банктермен ерекше жұмыс істейміз. Оларға толығымен көмек көрсету үшін біздің басты мақсатымыз. Сол себептен тағы да қандай шаралар қабылдауға болады, біз қарастыруға дайынбыз.